Екі жағы бірдей боп әдемі пісетін блинчиктің рецептісімен бөлісемін. Бір жұмыртқаға 2 ас қасық шекерімізді салып әбден араластырып аламыз. Келесі бізде сүт және ұнды. Сүтті қандай ыдыспен өлшесеңіз, тура сол ыдыспен ұнды өлшеп електен өткізіп саламыз. Жақсылап бір араластырып аламыз. Үстіне шым-шым тұз және жарты шай қасық ас содасын қосып араластырамыз. Әбден жақсылап араластырып алған қоспамыздың үстіне қандай ыдыспен сүт және ұнды салдыңыз, тура сол ыдыспен қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Ең соңында 2 ас қасық сұйық май құямыз. Мен мүлдем сұйық май қолданбаймын, сол үшін зәйтүн майы немесе жылқының іш майын құямын. Кеттік, енді табамызды қыздырып, қызып тұрған табамызға дәл осылай бір-бір ожаудан құйып, блинчиктарымызды екі жағын бірдей етіп қызартып аламыз. Мінекей, дәл осы рецептімен екі жағы бірдей піседі дәл осылай. Дәл осы рецептімен менде 15 дана шықты. Сіздер өздеріңізде үй іштеріңізге адам санына байланысты үлкенірек ыдыс қолдансаңыздар, әлбетте бір жұмыртқа кішкене көбірек қосатын боласыздар. Кеттік, енді дәл осылай қойып қаймақпен ұсынсаңыздар да болады. Мен көбінесе ірімшік, қаймақ, шекерді араластырып, ортасына салып, дәл осылай етіп ұсынғанды ұнатамын. Бізге ас болсын, сіздер жасаңыздар. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.